Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің аты-жөнім Жанболатова Сайора. Бүгін біз кәсіби қазақ тілі пәнінен дербес компьютердің қосымша құрылғылары және этимология тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларды этимология ғылымына байланысты білімдерін жетілдіру, ақпараттық білімдерін толықтыратын мәтінмен жұмыс жасату. Және де біздің өткен сабақтағы тақырыбымыз эвфемизм және дисфемизм тақырыбына арналды. Сол өткен сабағымызды қайталау мақсатында тест тапсырмасын орындаңыздар. Бірінші сұрақ. Дисфемизм қатысқан сөйлемді көрсетіңіз. Бірінші нұсқа. Топас, надан адамның ойы да таяз. Екінші нұсқа. Ешкілер күзде ерменді көп жейді. Үшінші нұсқа. Ерасылдың 13 жастан асқан кезі. Төртінші нұсқа. Буырылат қосаяқтай шапшыды. Дұрыс жауабы, құрметті студенттер. Топас, надан адамның ойы да таяз. Келесі сұрақ. Дисфемизм қатысқан сөйлемді көрсетіңіз. Бірінші нұсқа. Бәйге аттар еріліп тұрған жұрттың тұсында да жақындап қалды. Екінші нұсқа. Түйдек-түйдек топ жіпке тізген моншақтай тізбектеліп алған. Үшінші нұсқа. Асау атты жігіттер кезек-кезек мініп үйретпек болады. Төртінші нұсқа. Жігіттердің бірі мына бұқ мұрында бара ма деді. Дұрыс жауабы. Жігіттердің бірі мына бұқ мұрында бара ма деді. Келесі сұрақ. Мағынасы жағынан эвфемизмге қарама-қарсы сөзді табыңыз. Бірінші нұсқа. Историзм. Екінші нұсқа. Фразеологизм. Үшінші нұсқа. Дисфемизм. Төртінші нұсқа. Архаизм. Дұрыс жауабы. Дисфемизм. Төртінші. Өтірік айту деген тіркестің эвфемизмін көрсетіңіз. Әділдігін айту. Екінші нұсқа. Қосып айту. Үшінші нұсқа. Тұспалдап айту. Төртінші нұсқа. Турасын айту. Дұрыс жауабы. Қосып айту. Бесінші. Ақсақ сөзінің эвфемизмін табыңыз. Бірінші нұсқа. Аяғынан тік тұрды. Екінші нұсқа. Екі аяғы көктен келді. Үшінші нұсқа. Аяғын сылтып басады. Төртінші нұсқа. Аяғының басына қарады. Дұрыс жауабы. Аяғын сылтып басады. Өте жақсы, құрметті студенттер. Жарайсыздар. Ендеше жаңа сабағымызбен таныс болайық. Этимология грек тілінен этимос ақиқат, шындық, логос, білім дегенді білдіреді. Яғни сөз төркінін зерттеп, айқындаушы тарихи лексикологияның және жалпы тіл білімінің бір саласы болып табылады. Этимологияның зерттеу нысанына негізінен тілдегі жеке сөздер, сөз тіркесі, грамматикалық тұлғалар жатады, құрметті студенттер. Этимологияның екі түрі бар. Оның біріншісі ғылыми этимология, екіншісі халықтық этимология. Енді халықтық этимология дегеніміз сөздердің дыбыстық ұқсастығына қарай шығу тегін анықтауға байланысты пайда болған атау. Халықтық этимологияда халықтың дамуындағы тарихи факторлар, тілдің фонетикалық, морфологиялық және морфонологиялық заңдылықтары ескеріле бермейді. Ал ғылыми этимология халықтық этимология сияқты атаулардың уәжділігін анықтауды мақсат етеді. Алайда оның сөздердің дыбыстық ұқсастықтары, сыртқы сәйкестіктері негізінде ғана алынып, олардың мағыналық байланысын табуға тырысатындығы. Ал этимологиялық сөздік дегеніміз бұл да бір тілдегі сөздердің осы күнгі тұлғасының пайда болғандығын, осы күнгі тұлғасы қалай пайда болды және оның шығу төркіні белгілі бір мысалдармен талдап түсіндіретін сөздіктің бір түрі. Бұған тілдегі бар сөздердің бәрі енбей, тек жасалуы, шығуы жағынан түсіндіруге қиыншылық келтіретін сөздер ғана енгізілген. Ендеше сіздерге дербес компьютердің құрылғылары атты мәтін берілді. Назар аударыңыздар. Бүгінгі күні дербес компьютерлер көпшілік арасында кең тарады. Дербес компьютердің осылай аталу себебі ол бір адамның ғана жұмыс істеуіне арналған. Дербес компьютерлердің түрлері өте көп. Олардың құрылысында ұқсастық та бар.
Кез келген дербес компьютер бірнеше құрылғылардан, яғни блоктардан тұрады. Негізгі құрылғылары жүйелік блок, монитор, пернетақта, маус. Ал қосымша құрылғыларына баспа құрылғысы, яғни принтер, сканер, модем, колонкалар, терте, яғни джойстик, тағы да басқа құрылғыларды жатқызамыз. Ал процессор компьютердің ең басты бөлігі, ол компьютердің миы. Ол бүкіл компьютердің жұмысын басқарады және бағдарламалардағы барлық командаларды, яғни операцияларды орындайды. Компьютердің кез келген жұмысы процессордың қатысуымен орындалады. Ендеше сіздерге берілген тапсырма. Мәтіннің барлығын мәнерлеп оқыңыздар. Бірінші, яғни сарымен белгіленген мәтінді сіздер қазақ тілінен орыс тіліне аударыңыздар. Ал екінші, яғни жасылмен белгіленген мәтінді сіздер морфологиялық талдау жасаңыздар. Ендеше бүгінгі сабағымызды бағалау мақсатында сұрақтарға жауап беріңіздер. Этимология ғылымының зерттеу нысаны. Этимологияның қандай түрлерімен таныстыңыздар? Компьютердің құрамына кіретін негізгі құрылғыларды атаңыздар. Ал процессор дегеніміз не екен, құрметті студенттер? Үйге тапсырма. Дербес компьютердің құрылысын оқып, бағдарлама сөзі шығатын сөз жұмбақ құрастырыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың кері байланысы ретінде бас бармақ тәсілін қолданыңыздар. Zoom бағдарламасына егер сіздер барлығын түсінсеңіздер, осы белгіні, енді түсініп келемін десеңіздер, жасыл түспен белгіленген белгіні, ал түсінбедім десеңіздер, көк түспен белгіленген белгіні жіберіңіздер. Сонымен, құрметті студенттер, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.